Қыздар, әріптестер, сәлематсыңдар ма? Вандикамды орнатып алсақ ноутбуктарымызға. Қазір мен қалай түсіру керек екенін көрсетейін. Үйден өздеріңіз үйреніп алсаңыздар болады. Көріңдер, кешке қолдарың босаған кезде. Бірінші ноутбукта мінекей менде тұр Вандикам программасы тұр. Қазір мен ашам. Мені ашқан кезде мынадай жазу шығады: разрешить этому приложению вносить изменения дейді. Да дегенді басасыңдар. Қазір өзі ашылады Вандикам. Міне ашылып жатыр. Міне ашылды, Вандикам осылай тұрады компьютердің бетінде. Енді мына жерде телевизор сияқты экран тұр ғой, соны басасыздар. Басқан кезде төмен түсесіздер, полный экран дегенге қойып қоясыздар. Болды. Енді соның астында домой, основные деген тұр, видео деген тұр. Соны видео деген басасыздар. Өйткені біз сабақ түсіреміз ғой. Енді содан келіп запись дегенді көріп тұрмыз, записке келеміз. Соның астында старт деген бар, птичка қоямыз. Паузаға тиіспейміз. Показывать курсор дегенді басасыздар. Одан кейін эффекты мышей деген бар, оған тиіспейсіздер. Добавлять видео с веб-камеры деген бар. Кейін үйренерсіздер оны өздеріңіз. Мен әзірге веб-камерамен түсірген жоқпын, өйткені енді қиын істемесі жоқ, үйреніп алсаңыздар болады. Так, енді мына жерде жоғары жағында мынадай нелер тұр. Міне соның ішінде добавить эффект курса мышей деген бар. Соны басқанда мынадай шығады. Соның мына жерде түстер тұр, соны түсті таңдау керек сіздер ғой. Цвет подсветки деген. Басасыз, міне цветтер шықты, түстер шықты. Сіз соның қай цветін түсін таңдайсыз. Мысалы мен көкті таңдайым ба, жасылды. Мысалы жасылды таңдайсыз ба, өзіңіз білесіз. Содан кейін жасыл шықты, мінекей окейді басасыз. Окейді басқаннан кейін мына шет жағында звук деген тұр. Звук дегенді басасыз. Сөз жерде запись звука деген тұр ғой, міне. Птичка қоямыз. Запись звукаға. Одан кейін оның астында основное устройство деген бар. Динамик, бізге микрофон керек, микрофон керек. Микрофонды басамыз, үстінен входное устройство по умолчанию дейді. Соны басып жібереміз. Міне микрофоным менің қосылды. Енді мына жерде біздің громкость даусымыз 0% тұрса, әкелеміз 100%-ға міне. 100%-ға әкеліп қойдық. Так, одан кейін окейді басасыздар. Мінекей болды. Енді мына жерде біз қазір рек деген тұр, яғни старт. Міне старт, стоп деген тұрға. Соның үстінен бассаңыздар, мына жақта қазір уақыт жүре береді. Сабақты түсірген кезде уақытымыз. Мінекей кетті. 01 болды, 02 болды. Енді мен қазір өзімде бар мына жерде Астана туралы слайдым тұреді, соны көрсетем. Басам үстінен. Міне бастым. Енді слайд-шоуды біз үлкен қылып көрсетуіміз үшін сначалыға қоямыз. Міне, кішкене сәл кідіресіздерде, содан кейін барып сабақты бастайсыздар. Өйткені біз қиюымыз керек, сол үшін бас жағында кішкене кетсін. Енді міне, сәлематсыздар ма балалар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Астана тәуелсіздіктің символы деп аталады. Сабағымыздың мақсаты Астана туралы білу деп осылай мақсатыңда айтып, арғарай уже слайдтарыңызды көрсете бересіздер. Міне слайдтар кетіп жатыр. Енді сабақтарыңызға байланысты ғой. Бәрі кетті. Соңына келгеннен кейін мына жерде міне бітті. Слайдымыз аяқталды, Ең соңғы слайдта енді кішкене тоқтайсыздар да, содан кейін барып басасыздар ғой. Қиылып қалады ғой ол енді. Мінекей кетті. Енді одан кейін мынаны ұмытпаймыз. Стопты басамыз. Міне стоп басылды. Видеомыз да тоқтады. Енді бұны қаяққа кетеді бізде? Бұл мына жерде документы деген бар. Енді сіздерде қай жерде тұрған білмеймін. Мені мынау ноутбукта проводникте тұр екен. Проводникті басам, соның ішінде документы деген бар. Соны басам. Міне Вандикам деп шығады. Жаңағы түсірген видеомыз. Бастым. Енді соны қазір мен қарайын, қалай сабағым түскенін. Қараңыз. Мінекей кетті. 01 болды, 02 болды. Енді мен қазір өзімде бар мына жерде Астана туралы слайдым тұреді, соны көрсетем. Басам үстінен. Міне бастым.
Енді слайд-шоуды біз үлкен қылып көрсетуіміз үшін сначалға қоямыз. Міне, кішкене сәл кідіресіздер де, содан кейін барып сабақты бастайсыздар. Өйткені біз қиюымыз керек, сол үшін бас жағында кішкене кетсін. Енді міне, сәлематсыздар ма балалар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Астана тәуелсіздіктің символы деп аталады. Сабағымыздың мақсаты Астана туралы білу деп осылай мақсатыңды айтып, ары қарай уже слайдтарыңызды көрсете бересіздер. Міне, слайдтар кетіп жатыр. Енді сабақтарыңызға байланысты ғой. Бәрі кетті. Соңына келгеннен кейін мына жерде міне бітті. Слайдымыз аяқталды, иә. Ең соңғы слайдта енді кішкене тоқтайсыздар да, содан кейін барып басасыздар ғой. Қиылып қалады ол енді. Мінекей кетті. Енді одан кейін мынаны ұмытпаймыз. Стопты